Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін біздің өтетін тақырып негізінен Scratch бағдарламасы, яғни Scratch бағдарламасындағы айнымалылар кейіпкердің костюмін өзгерту, өз ойының сценарийін құру тақырыптарын қамтитын боламыз. Scratch бағдарламасына қысқаша тоқталып өтейік. Scratch бағдарламасы ол анимациялық ертегілер, ойындар мен модельдерді құрастыруға арналған жаңа программалау ортасы болып табылады. Былайша айтқанда, яғни біз қарапайым тұрғыда мультфильм жасауға үйренетін боламыз. Әртүрлі анимацияларды құрастырып, яғни көріп тұрсыңдар, балалар, Scratch бағдарламасының негізгі кейіпкері бізде мысық, мысық. Scratch бағдарламасын негізінен компьютерге жүктеп алуларыңа да болады, немесе интернет өте жақсы ұстайтын болса, онлайн түрде жұмыс жасау бізге өте ыңғайлы. Оның мүмкіншіліктері көп және де оңай болады. Егер де компьютерде интернет жоқ болатын болса, негізінен интернеттен жүктеп алуымыз керек. Интернеттен жүктеп алу үшін scratch.top scratch 2.0 сілтемесіне кіріп жүктеп аламыз. Бізде содан кейін осындай Scratch-тың жұмыс тақтасы ашылатын болады. Енді Scratch бізде Scratch-ті құру үшін біз негізінен Scratch негізі блоктардан тұрады. Программалар графикалық блоктардан тұрады. Яғни блоктар дегеніміз мінекей осылар. Ортаңға суретке назар аударсақ, блоктар 10 түрлі топтамаға бөлінген. Негізінен бізде көбінесе осы жерде жұмыс жасайтын боламыз. Мінекей 10 түрлі топтамаға бөлінген. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Және де әр блок әр түрлі команданы орындайды. Мысалы, движение, внешний звук дегендер. Жаңа кейіпкеріміз бізде мысық бар ғой, соның қозғалысын, және костюмін өзгерте аламыз, дыбысын шығара аламыз, және бағыттарын өзгерте аламыз деген сияқты. Әр түрлі әр блоктың өзінің орындайтын қызметтері болады. Блоктар топтамасы суретші палитрасына ұқсас болғандықтан блоктар палитрасы деп атаймыз. Яғни мына жерде блоктар палитрасы деп атайтын боламыз кейінгі сабақтарда. Бірден блоктар палитрасы деген уақытта осы жер есімізге түсу керек. Енді бізде бірінші тақырып негізінен сендерде айнымалылар болғандықтан айнымалыларды түсіну үшін біз Scratch бағдарламасына кірісейік. Өтейік. Менде Scratch бағдарламасы негізі онлайн түрде ашық тұр. Онлайн, яғни интернетпен отқандықтан онлайн түрде ашып қойдым. Қарағандарындай Scratch бағдарламасына кіру жолын көрсетейін. Scratch онлайн деп жазайық. Бірінші тұрғанға кіреміз. Және біз өзіміз мына жерде Scratch-тің неше түрлі басқа адамдар жасаған түрлері де болады. Біз бірақ өзіміз жасаймыз. Ол үшін бізге Scratch создавай деген кнопканы басамыз. Бізде Scratch онлайн түрде ашылады. Мінекей программасы ашылу үстінде көп уақытты алмайды. Бұл таныстыруға арналған видео, бұны жауып тастауымызға болады. Мінекей балалар, Scratch-тің негізгі тақтасы ашылды. Енді айнымалылар дегеніміз не? Айнымалылар ол математикада X, Y, Z деген сияқты белгісіз айнымалылар. Бұл жерде де айнымалыларды біз мына жерден табуымызға болады. Негізінен Scratch бағдарламасындағы кейіпкер тура X, Y-тің тура ортасы O нүктесінде, 0 нүктесінде орналасады. Оны жылжытып басқа жерден, мысалы мультфильмімізді басынан кейіпкеріміз басқа жақта ортасында емес, басында тұруын қалайтын болсақ, біз тінтуірдің көмегімен апара аламыз, және де осы айнымалыға мән беріп те, мысалы, айнымалыға мән беріп айнымалы
беріп скретчімізді өзіміздің қалаған орнымызға қоюымызға болады. Мына жерден размерін өзгерте аламыз. Скретчімізді үлкейтуге болады, немесе былай кішірейтуімізге болады. Скретчіміз бізде кішірейді. Бірақ 50 қатты кішкентай, сондықтан 100 болып тұра бергені дұрыс. Яғни айнымалылар деген тақырып осылай. Біз скретчіміздің орналасу бағытын таңдай аламыз айнымалылардан. Енді кейіпкердің костюмін өзгерту дейді. Кейіпкердің костюмін өзгерту дегеніміз ол, яғни кейіпкерді қозғалту деп. Негізінен кейіпкерді қозғалту. Және бұл бағдарламада, скретч бағдарламасында костюм деген тұр, костюм дегенді басатын болсақ, ол командаға кіретін болсақ, біз кейіпкеріміздің өзіміз қалағанымызша түсін және оны басқаша өзгертуімізге болады. Біз кейіпкеріміз сары түсте емес, қызыл түсте болғанын қалайтын болсақ, қызыл түсте. Заливкаға түс береміз де кейіпкерімізді өзгерте аламыз. Сол өзгерттік. Атау беруімізге болады дейді. Бұл костюмға мысалы бізде қазір қозғалған уақытта біздің құрған костюміміз бойынша скретч жұмыс жасайтын болады. Размер өзгеріп кетті. Размер автоматты түрде өзгеріп кетті. Түстеп қойып. Яғни кейіпкердің костюмін өзгерту дегеніміз осы өте қарапайым жай. Кейіпкерге анимация құрастыру. Енді сендермен қарапайым түрде бір анимация жасап көрейік. Яғни айтқанымдай, жаңа бізде блоктар тақтасында, блоктар палитрасында 10 түрлі блоктары бар. Бізде көбінесе программа осы жерде құрылады. Әрқайсының өзінің скрипттері бар мысалы. Жұмыс жасау барысында түсінеміз. Бізде негізінен ең бастау үшін біз событие деген блокқа барып мына скриптті қоямыз. Яғни жасылды басқан уақытта мысық бізден не істей алады. Одан кейін біз мысықты әрі-бері жүргізіп, яғни костюмін өзгертіп, сәлем деген сөзді айтқызайық. Сол программаны құрастырып көрейік. Одан кейін біз повторить 10 раз. Повторить всегда бірінші. Бізде повторить всегда бірінші тұрады. Енді мына жерде кітаптағы программаны құрып жатырмыз. Әрқашан әрқашан повторить 10 раз. 10 рет қайталау. Скретчіміз 10 рет қайталанып тұратын болады. Содан кейін бізде 10 қадам жылжу деген блок тұр. Олар бұны табу үшін түстерге де мән бергеніміз дұрыс. Бізде ондай қандай түсте тұр екенін көріп алайық. Көкшілдеу түсте тұр. Түсте болайық. Бұда емес па? Мына түсте 10 шагов дегенді басамыз. Бұдан кейінгі бізде келесі костюм дейді. Және бұл орысша болғандықтан табайық. Следующий костюм. Осыны қоямыз. Бұдан кейін шет жақта болса итерілу дейді. Енді тура осындай түсте
емес, көк түсте болады ол бізде. Қараймыз. Міне, бізде мынандай бар. Если касается края, оттолкнуться деген бар. Соны қоямыз. Яғни шетке барған уақытта қайттан артқа қайтып отырады. Тексеріп көруге шамалы жасылды басылайық. Бірақ та бізде мысығымыз төңкеріліп кетті. Сондықтан да келесі. Төңкерілмеу үшін бізде set rotation жүйесі дейді. Солға оңға дейді. Яғни біз бұны төңкертпеу үшін тек оң мен солға қарай жүретін блокты қоятын боламыз. Енді тексеріп көрейік. Жасылды басамыз, мінекей көрінеді. Келесі блок бізде қандай? Сәлем дегенді 1 секунд бойы айту дейді. Яғни біздің мысығымыз сәлем деген сөзді айту үшін біз сәлем деген сөзді айту үшін мына блокты қоямыз. Қазақшаға аударайық. Бұл емес. Бұл тек сәлем дегенді айтып жүреді. Бізде ақырын, мысығымыз ақырын жүру керек. Говорит привет. Осыны ауыстырайық бізде. Қазақшаға ауыстыруымыз болады. Сәлем. Бізде 1 секунд. Енді тексеріп болды біз. Ертегімізді жасап болған сияқтымыз анимациямыз. Костюмді өзгертіп отырады. Әр қозғалған сайын костюмді өзгертеміз. Мысығымыз қозғалды, сәлем сөзін айтып жүр. Түсіндік па, бізде анималар, мыналар костюмын өзгерту дегеніміз ол анимация беру мысығымызға. Тағы да бір айтатын жағдай. Мыналар программалық ортасы, мыналар блоктар. Блоктармен әртүрлі келесі сабақтарда әртүрлі ертегілер құрастыратын боламыз, мультфильмдер. Онлайн түрде. Осылай зонға кірсеңдер көрсететін болам. Ал негізгі тапсырма енді компьютер жоқ болғандықтан, мектепте болмағандықтан сұрақ ретінде беріп отырамын. Сосын сабаққа келген уақытта осы Scratch бағдарламасына жаттығулар орындайтын боламыз. Бұл бағдарлама негізінен 5-ші сыныпта да қайттан қайталанады, 6-да да қайттан қайталанады. Сондықтан үйреніп алуға болады тезірек. Бұл өте қарапайым. Және бізде мынандай кейіпкерлер бар. Міне. Онлайн Scratch-тың өте бір жақсысы осы. Таңдап аламыз. Мынаған бөлек программа аламыз. Әртүрлі. Адамда бар. Көрдік қой? Өте оны және интернеттен де алуымыз. Өшіру үшін кнопка басамыз. Интернеттен де алып алуымыз болады. Содан кейін бізде фондар бар. Мысалы, мұна фон. Мысығымыз осы фонға жүрейік. Мысығымыз бізде. Екі секірге өтіріс қойыппыз. Көрдік пе? Шамалы болса да біз мультфильм жасауға үйренген сияқтымыз. Жақсы. Сабағымыз түсінікті ма? Шамалы болса. Түсінікті болатын болса. Негізінен сұрақтар бізде жазбаша түрде жауап беруге тұрсыңдар. Кітапты оқып, видео компьютер болатын болса, басып алуға да болады. Жақсы, онда сау болыңыздар.